Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен 19 ғасырдың 19 ғасырдағы өзгерістерге шолу және ғылыми ойдың дамуы бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тақырып бізде 19 ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әдетсіздікті қалай суреттейді? 19 ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адам өміріне ықпалы зор болды? Міне осы тақырып және де осы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын біз орындайтын боламыз. Олай болса тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырма: берілген суреттерді стиль түріне қарай сәйкестендіріңіз деп бізге берілген екен. Бізде бірінші сурет бұл бізде неоклассицизм, ал бізде екінші сурет романтизмге сәйкес келеді. Үшінші сурет бізде реализм, төртінші сурет бізде импрессионизм. Осы суреттерге сәйкес келеді екен. Келесі бізде екінші тапсырма: Перовтың қаладан оралу суретін пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз деп бізге берілген екен. Суретке басқаша қандай атау бере аласыз? Үйге үмітпен оралу. Неге осындай атау бересіз? Бірінші аргумент: суреттегі кейіпкердің отбасымен қауышуы, баланың қуанышы мен ананың көзіндегі үміт бұл үйге аман есен оралу сезімін көрсетеді. Екінші аргумент: шаршаған бірақ тірі оралған адам бейнесі өмір мен отбасының маңыздылығын, махаббат пен сағыныштың құндылығын ашады. Келесі бізде үшінші тапсырма: ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз деген. Бізде ғылыми жаңалықтардың маңызы. Бірінші маңызы бізде қазіргі замандағы жаһандық мәселелерді шешуде ғылым шешуші рөл атқарады. Әсіресе ғылым экологиялық қиындықтарды түсініп, олармен күресудің жолдарын ұсынуда маңызды. Мысалы, ауа, су және топырақтың ластануы, табиғи ресурстардың азаюы сынды проблемалар ғылым мен техниканың дамуымен тікелей байланысты. Қоршаған ортаның қауіптілік деңгейін, көлемін және себептерін анықтауда ғылыми зерттеулер үлкен рөлге ие. Екінші бізде ғылымның тағы бір жетістігі жаһандық навигациялық жүйе GPS. Бұл жүйе алғашында әскери мақсатта жасалғанымен, бүгінде көлік жүргізушілер, ұшқыштар мен саяхатшыларға бағыт табуға көмектеседі. GPS арқылы қалаған мекенжайға жету оңай әрі ыңғайлы. Мұндай мүмкіндіктер ғылым жетістіктерінің арқасында өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Үшінші ғылымның адам өміріндегі үшінші маңызы өндірістік және технологиялық даму. Қазіргі таңда зауыттар мен кәсіпорындарда жаңа техникалар мен инновациялық шешімдер қолданылады. Бұл өндіріс процесін жеңілдетіп, өнім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ғылыми техникалық жетістіктер жұмыс тиімділігін жоғарылатады. Келесі бұл бізде соңғысы, төртіншісі. Сонымен қатар, ғылым мәдени және білім беру салаларында да үлкен үлес қосады. Ғылыми жаңалықтар білім беру мазмұнына, оқулықтарға және оқыту әдістеріне әсер етеді. Педагогика саласындағы жаңалықтар оқыту процесін тиімді әрі заманауи етуде маңызды орын алады. Дескриптор. Құрметті оқушылар, барлықтарымыз осы дескриптормен бағаланамыз. Бізде толық балл 11 балл. Осы 11 балдың 11 балын жинап өткен болатынбыз.
Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.